Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің оқытушысы Аханова Алмагалямовна музыкалық шығармаларды талдау пәні бойынша сонаталық құрылым тақырыбын түсіндіремін. Сабақтың мақсаты сонаталық құрылымды меңгеру, сонаталық құрылымда жазылған шығарманы талдау. Бағалаудың өлшем шарттары: сонаталық құрылымның құрылысын, бөлімдерін, олардың реті мен ерекшеліктерін біледі, сонаталық құрылымда жазылған қиын емес шығармаларды талдайды. Сонаталық құрылым аспапты музыканың ең дамыған циклді емес құрылымы. Сонаталық құрылымда симфониялардың, концерттер, квартеттер, сонаталардың бірінші бөлімдері, опералық увертюралары жазылады. 17 ғасырға дейін аспапта орындалуға арналған пьесалар соната деп аталса, дауысқа арналған шығармалар кантата деп аталған. Осындай пьесаларды дамытып көркемдеу үшін контрастты тақырыптарды қарама-қарсы қою әдісті қолданған. Сонда аспапты пьесаның әуенінің бір бөлігі фиоритура мелизмдермен әшекейленсе, екінші бөлігі қарапайым аккордтармен сүйемелденетін. Контрастты күшейту үшін әуеннің бір бөлігі форте орындалса, екіншісі пианоға дыбысталатын. Бір-біріне қарама-қарсы келетін екі жекеленген тақырыптарға негізделген құрылым сонаталық құрылымның негізін салушысы болып саналатын Доменико Скарлаттидің шығармашылығында бастау алады. Біртіндеп 18 ғасырдың екінші жартысында сонаталық құрылымның қатаң нормалары тұрақталып, Вен классиктері Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховендердің шығармашылықтарында көрінісін табады. Екі тақырыптың қарама-қарсы қойылуына негізделген құрылым сонаталық құрылым деп аталады. Сонаталық құрылымның жалпы жоспары 3 бөлімді. Бірінші бөлімі экспозиция, екіншісі өңдеу бөлімі, үшінші бөлімі реприза деп аталады. Сонаталық құрылымның алғашқы мысалдарында бөлімдердің қайталануы кездеседі. Көбінесе тек экспозиция қайталанатын. Кейінгі сонаталық құрылымдарда қайталанулар мүлдем жоқ. Екі тақырыптың контрастылығы сонаталық құрылымдағы музыкалық ойды дамытудың негізі болғандықтан, олардың қарама-қарсылығының түрлері маңызды. Мысалы, жылдам жігерлі тақырып әсем әуенді тақырыппен сәйкестендіріледі. Драматикалық тақырып баяу, жұмсақ тақырыппен, мазасыз үрелі тақырып әуенді нәзік тақырыппен сәйкестендіріледі. Немесе бірінші тақырыптың тік бірбеткей мінезі иірімді нәзік тақырыпқа қарама-қарсы қойылады. Кантиленді тақырып бишілік тақырыппен, лирикалық тақырып скерцалық тақырыппен ұйымдасады. Бүкіл контрасттардың түрлеріне мысал келтіру олардың көп түрлілігіне байланысты мүмкін емес. Көбінесе бірінші тақырып екінші тақырыпқа қарағанда белсенді болып келеді. Екі қарама-қарсы тақырыптарды бейнелейтін сонаталық құрылымның бірінші бөлімі экспозиция деп аталады. Оның құрамдас бөліктері негізгі партия, байланыстырушы партия, жанама партия және аяқтаушы партия. Негізгі партия бұл бірінші тақырып. Оның негізгі мінезі бірден көрсетіліп, жалпы сонаталық құрылымның мінезін анықтайды. Негізгі партия сонаталық құрылымның негізгі тональдігінде өтеді. Құрылымы бойынша көбінесе бір тональды немесе модуляцияланған период болып табылады. Кейде негізгі партия қарапайым 3 бөлімді құрылымда беріледі, ал 2 бөлімді құрылым негізгі партияға тән емес. Келесі байланыстырушы партияның басты міндеті негізгі мен екінші жанама партияларды байланыстыру болып табылады. Бұл партия көбінесе негізгі партияның тақырыбында құрылады. Мысалы, партияның басында негізгі партияның бірінші тактары қайталануы мүмкін. Немесе байланыстырушы партия жаңа тақырыпқа негізделуі мүмкін, бірақ бұл жаңа тақырып негізгі және жанама партиялардан асып түспей, орташа дамытылған болып келеді. Байланыстырушы партияның негізгі функциясы жанама партияның тональдігіне модуляция жасау. Бұл партия период құрылымында жазылмайды. Тақырыптың секвенциялы дамуы басым болғандықтан, негізгі партияға жалғанған қосымшалардың бірігуінен құрылғандай болады. Негізінен байланыстырушы партия негізгі партияның көлемінде болады, бірақ та өте қысқа байланыстырушы партияларда кездеседі.
Кейбір санатылық құрылымдарда бұл партиялар мүлдем болмайды. Жанама партия негізгі партияға қарама-қарсы қойылатын тақырыбы өтетін экспозицияның бөлімі. Экспозициядағы контраст жанама партияның басталысымен білінсе де, кейде бұл жеткіліксіз болғандықтан, жанама партия екі немесе бірнеше тақырыптардан тұруы мүмкін. Негізгі және жанама партиялар қаншалықты бір-біріне қарама-қарсы болса да, вендік классиктардың экспозициясы бір темппен орындалады, ал романтиктарда болса, 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап жанама партия негізгі партияға темпті өзгерту арқылы да контрастқа түседі. Ең бастысы, жанама партия экспозицияда бағыныңқы тональдікте өтеді. Жаңа тональдікте жаңа тақырыптың пайда болуы жанама партияның басты белгісі. Жанама партия үшін келесі тональдіктер қолданылады. Егер шығарма мажорлы болса, онда доминанта немесе үшінші сатының кейде алтыншы сатының тональдіктері қолданылады. Ал минорлы шығармаларда параллельді мажордың, минорлы доминантаның, мажорлы доминантаның тональдіктері қолданылады. Сирек кезде төмендетілген алтыншы, жетінші сатылардың тональдіктері де кездеседі. Егер негізгі партия қысқа бір периодтың көлемінен аспайтын болса, оған қарағанда жанама партия дамытылған, екінші сөйлемі кеңейтілген период құрылымында көп кездеседі. Кейбір санаталық құрылымдарда жанама партиялар екі немесе үш бөлімді құрылымды болып келеді. Жанама партияға қосымша ретінде жалғанатын экспозицияның соңғы бөлімі аяқтаушы партия болып табылады. Аяқтаушы партия негізгі партияның материалында құрылуы мүмкін, немесе байланыстырушы партияның материалында құрылады, және де экспозициядағы барлық партиялардың элементтерін қамтып, синтезді болып келуі мүмкін. Аяқтаушы партияның бір белгісі біркелкі дыбыс қаттылығының сақталуы, тек фортамен немесе тек пианомен дыбысталуы. Аяқтаушы партия жанама партия тональдігінде өтіп, оны қорытындылайды. Және де бұл партия қысқа құрылымдардың тізбектерінен немесе период және оған жалғанған қосымшалардан тұруы мүмкін. Аяқтаушы партияның сонаталық құрылымда болмауы өте сирек кездеседі. Жалпы сонаталық құрылымның екінші өңдеу бөлімінде экспозициядағы негізгі мен жанама партиялары түрленіп, өзгертіліп, дамытылады. Өңдеу бөлімінің негізгі белгісі тональды тұрақсыздық. Өйткені өңдеуге түсетін тақырыптар негізгі тональдіктен басқа бағыныңқы тональдіктерде өтеді. Көбінесе өңдеу бөлімі бірден бағыныңқы тональдікте басталады, ал өңдеу бөлімінің соңында репризаға дайындық ретінде негізгі тональдік тұрақталады. Өңдеу бөліміндегі бағыныңқы тональдіктердің реті композитордың өзінің көркемдік жоспары бойынша таңдалады. Сонда да өңдеу бөлімдерінде субдоминанта тональдіктерін қолдану көп кездеседі. Өңдеу бөлімін үш бөлікке бөлуге болады. Кіріспе бөлімі, негізгі бөлімі, предикт. Соңғы бөлімі предикт доминанталық гармониялардың қолданылуымен ерекшеленеді. Өңдеу бөлімінің құрылымына тоқталатын болсақ, толық толымды каденциялар тән емес. Жалпы толық аяқталған периодтарда өңдеу бөлімінде құрылмайды. Тақырыптық дамыту секвенциялы түрде жүргізіледі. Реприза сонаталық құрылымдағы жалпы музыкалық дамудың қорытындысы шешімі ретінде қарастырылады. Реприза экспозициядағы материалды тональды өзгешеліктермен қайталайды. Бірінші өзгешелігі жанама партия бағыныңқы тональдікте емес, негізгі тональдікте өтеді. Екіншісі, байланыстырушы партияда жанама партияға экспозициядағы модуляцияны жасамай, негізгі тональдікті өзгертпеу мақсатында түрленеді. Репризада басқа өзгерістер де болуы мүмкін. Мысалы, негізгі партия бағыныңқы тональдікті өтуі, негізгі партия байланыстырушы партиямен бірігіп ұзарғандықтан байланыстырушы партияның жоқ болуы, аяқтаушы партияның толығымен өзгеруі, негізгі мен жанама партиялар орындарының алмасуы. Жалпы, репризада қандай да бір партияның байланыстырушы, жанама, аяқтаушы, сирек кезде негізгі партияның да болмауы репризаны қысқартады.
Сонаталық құрылымның міндетті емес бөлімдері кода мен кіріспе. Бұл бөлімдер болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Кодаға тән ерекшеліктер. Экспозициядағы негізгі немесе жанама партиялардың тақырыптарына негізделеді. Субдоминанты тональдіктеріне гармониялық ауытқулар тән. Нақты құрылымы жоқ жиі каданстаулардан тұрады. Кіріспе бөліміне тән ерекшеліктер. Жеке өзіндік тақырыпқа құрылуы мүмкін. Негізгі тональдіктен немесе басқа тональдіктен басталып, негізгі тональдікке алып келеді. Қысқа құрылым немесе дамытылған модуляцияланған период құрылымында жазылады. Енді мысал ретінде Йозеф Гайднның ре мажор сонатасын талдайық. Сонатаның жалпы мінезі көңілді, жылдам орындалады. Сондықтан сонатаны ашатын негізгі партияның да мінезі көтеріңкі, жарқын. Негізгі тональдік ре мажорда бір тональды период құрылымында жазылған. Келесі байланыстырушы партия салтанатты дыбысталып, ля мажорға модуляция жасайды. Ля мажордағы жанама партия негізгі партияға қарағанда ойнақы, нәзік болып дыбысталады. Аяқтаушы партия көлемді. Ля мажорда жиі каданстау арқылы экспозицияны қорытындылайды. Өңдеу бөлімі ля мажорда берілген негізгі партия мотивімен ашылады. Бұдан кейін бұл мотив си минорда өтеді. Одан әрі басқа бағыныңқы тональдіктер пайда болып, секвенциялы дамытылу басталады. Және өңдеу бөлімінің соңғы екі такты доминантаға негізделген репризаға предикт болып табылады. Репризада қайтадан экспозицияның тақырыптары оралады. Тек негізгі партия қысқартылған, ал байланыстырушы партия түрлендірілген болып келеді. Байланыстырушы партияда ля мажорға модуляция жоқ, және жанама партия негізгі ре мажор тональдігінде беріледі. Көлемді аяқтаушы партия жиі каданстау арқылы сонатаны ре мажорда аяқтайды. Бұл құрылымды толығымен түсіну үшін нотадағы талдау сызбалармен сәйкестендіре отырып, шығарманы тыңдап шығайық.
Сонымен бұл сонаталық құрылымды берілген сызба арқылы көрсетуге болады. Үй тапсырмасына видео сабақтағы мәліметтерді конспектілеп алу және Моцарттың жеңіл до мажор сонатасы талдауға беріледі. Назарларыңызға рахмет.